Agar shunday nastroy bo'lsa, o'zimizning ishda, oilada nastroy bo'lsa, demak uni olib borga bo'ladi. Bolalarga yetkazga bo'ladi. Ondan so'ng bolalar o'zga rahmat aytadilar. Quvvat alayimizga degan ma'noda. Ammo aytiblar, kстати, mana menda zaвершаем равление aytib, mana просто aytasiz bilan, bunda bizning shunday she'rlar bor. Mana kстати, yana bo'lay aytaman. Qozoq aytibgina. Ota-ona kim o'qiydi, kim o'qimaydi. Mana qarashingizlar, chiqarib qo'yib Поэт Виль Казыхан. И туган тіл, и родной тіл. И родной тіл, и красивый, мамам, папамның тілі. Бог Якуб нәрсені, син родной тіл арқала. Бұл языкта, коляскада, мамкам сказку келеген, а затем түннер бойына бабкам рассказ сөйлеген. А потом не себептендер, үйреткенler рус язык, якобы тек шушы тілде балам духовный азык. Почему же у нас детсадта, сема үйретмеділер? В школе, когда обучали, всегда сөйлетмеділер. Говорят, сен мамам тілі, керек түгілсің негде, без тебя и хлеблар өсе, нефть табыла везде. Вузға поступать еткенде, говорят, сен керек ми, дальше больше жить еткенде, нужен ли ты? Вряд ли. И родной тіл, и матур тіл, мамам, папамның тілі, только я их обвиняю, үйретмегенге сені. И родной тіл, оңлаталар, можно жить и быть сенсіз, мама, папа и бабуля оставили меня тілсіз. Да, этому не хлопать надо, на самом деле это ведь очень серьезные слова. То что балаларын татарша үйретмейбіз, татарша сөйлешмейбіз, даже мында жиылғанда татарша сөйлешмейбіз бейді. Нәрсе, неге балаларын турында айтырға, есі өзіміз сөйлешмейбіз татарша. Рүстем мындайы юмор бөтірісте де бар, оңдайлар әвет мына мұндар. Түрлі кіші түрлі жерде өскен, шоға бір оғына yazған шиғыр, мына бұл китап кімде жоқ, алып кетерсіз бүгін. Бұл болсын настольный китап. И шоға қойылып, балаларға, ұлықтарға жеткерегіз. Бұл болашақ сіздің біліш, сіздің бір оғына, ойлайға. Мына шыннан қошларсын тотарып өштеуі. Деген концерттарға ереміз, тегінде барамыз, әліне нелершейіз, кейіміз, секіреміз мына мұнда. Әғойледі балалар Papa, mama deyip vereyim ben babu dedi. Әни демейлері ме? Міне шулай деп көрсек, шул жол білен барсақ, демек біздің оңыштар болашақ, біздің продолжение келешек. Ризамын соған?